Кейбір кітаптарда Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам болмағанда мына әлем жаратылмас еді делінген. Мұндай сөз шариғатқа қайшы емес пе? Алла тағала адамзатты өзін танып, құдіреті мен шеберлігінің алдында бас иіп, өзіне ғана ғибадат етсін, құлшылық жасасын деп жаратқан. Ендеше адамның жаратылуындағы негізгі мақсат ұлы жаратқанға құлшылық жасау. Құлшылық жасап, ғибадат ету үшін ең алдымен ұлы жаратқанды тану қажет. Ал әлсіз адам шексіз Алла тағаланы қалай танымақ? Танудың негізгі жолдарының бірі жаратылысқа қарап, жаратқанды табу, туындыға қарап ұстасын білу. Міне, сондықтан Алла тағала мына әлемді өзінің шеберлігі мен шексіздігін, құдіреті мен білімін, басқа да кемел сипаттарын танытар көрме іспетті жаратқан. Алла тағаланың мына әлемді өзінің құдіретіне паш ету үшін жаратқандығы жайлы Құранда: Алла тағала 7 қат аспанды және жерді де оның ұқсасын жаратты. Алланың әмірі мен үкімі бұлардың арасына түсіп тұрады. Мұның бәрі Алла тағаладан әр нәрсеге құдіретті әрі білімінің барлық нәрсені қамтығанын білулерің үшін жаратылды. Әрі болуда делінген. Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисте әрбір нәрседе Алланың жалғыз екенін білдіретін дәлелдер бар деп, мына әлемдегі әрбір жаратылыстың Алла тағаланы танытар жеке-жеке кітап екенін білдірген. Адам баласы ғалам атты мына ұлы көрмедегі ғажайып жаратылыстарға терең ой жіберіп, міні жоқ сұлу да көркем туындыларға қарап оларды жаратқан ұлы шеберді, өзінің ұлы иесін таниды. Ондағы адам үшін жасалған пайдалар мен хикметтерді көріп, ұлы жаратушының рахымдылығы мен мейірімділігін сезініп, жомарттығы мен дархандығын, түгесілмейтін қазынасын түсінеді. Ендеше, мына әлемнің жаратылуы негізгі мақсат емес, негізгі мақсатқа жеткізер құрал, соған апарар жол. Яғни адамның жаратылуындағы негізгі мақсат ғибадат, ал мына әлем сол мақсатқа жеткізер құрал. Пайғамбарымыздың жер бетінде Алла, Алла делінген сөз тоқтамайынша қиямет болмайды деуі де мына алып ғаламның адамзаттың Алланы тануы үшін жаратылғандығын білдіреді. Яғни жер бетінде Алла деп ұлы иесін танитын иманды пенде жоғалған кезде ғаламның да жаратылу хикметі бітті. Қияметтің уақыты жетті деген сөз. Ендеше осындай мағынада адам болмағанда мына әлем жаратылмас еді делінсе, оған ешкімнің қарсы айтар дауы болмаса керек. Дәл сол секілді адамзаттың ең кемелі, ұлы жаратушының ең сүйіктісі, күллі пайғамбардың имамы әрі ақырғысы, бүкіл әлемнің елшісі үшін Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам болмағанда мына әлем жаратылмас еді деу де қате емес. Олай дейтініміз, адам баласы ұлы құдіретті танып, ғибадат ету үшін жаратылса, сол адам баласының ішіндегі Алла тағаланы ең кемел түрде таныған, әрі ең жоғары деңгейде ғибадат жасап, құлшылық атқарған адамның Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам пайғамбар екені ақиқат. Ендеше негізгі мақсатта ең кемел деңгейде орындаған адам Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам болмақ. Ал енді адамдарға жүктелген мақсат пен міндетті толық әрі кемел деңгейінде орындаған адам үшін әлем Мұхаммед үшін жаратылды, немесе Мұхаммед болмағанда мына дүние жаратылмас еді делінсе артық емес, тіпті орынды айтылған мағыналы сөз болмақ. Ағаш егудің мақсаты жемісін алу. Ендеше жеміс үшін ағаш егілді деген сөз қандай орынды болса, жаратылыс ағашының жемісі болған Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам үшін де әлем Мұхаммед үшін жаратылды делінсе сондай орынды болмақ. Бұған қоса ол бүкіл адамзаттың имамы болғандықтан адам баласының атынан әлем Мұхаммед үшін жаратылды делінсе шариғатқа да, ақиқатқа да қайшы емес. Мұндай сөздің ақиқаттығының тағы бір себебі Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам мына әлемнің теңдессіз ұлы ұстазы, әз елші Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам адамзатқа мына ғалам атты алып кітапты дұрыс оқуды үйретті. Ғаламның бостан босқа жаратылмағандығын, ондағы әрбір нәрсенің ұлы жаратушыдан сыр шертетін әсем де терең мағыналы кітап екенін түсіндірді. Яғни мына ғалам осы ұлы ұстаздың саллаллаху алейхи уассаламның арқасында түсінікті алып кітапқа айналды. Егер ол келмегенде, ғалам атты бұл алып кітап түсініксіз күйде қалар еді.
Ал ондай түсініксіз, иесінен хабар бермейтін мағынасыз кітаптың қажетсіз екені айтпаса да түсінікті. Ендеше ғаламатты алып кітапты түсінікті кітапқа айналдырған ұлы ұстаз үшін Мұхаммед болмағанда мына әлем жаратылмас еді деудің қандай терең мәнді сөз екенін ұғуға болады. Жоғарыдағы сұраққа ұқсас сауалға Ибн Таямия өзінің Мәжуату Фатауа кітабында былай деп жауап берген: Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам адамзаттың мырзасы, күллі жаратылыстың ең абзалы әрі ең ардақтысы болғандықтан күллі ғалам Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам үшін жаратылды. Немесе егер Мұхаммед болмағанда Алла тағала аршты да, күрсіні де, аспан мен жерді де, ай мен күнді де жаратпас еді делінген. Бірақ мұндай сөз пайғамбарымыздың сахих те, әлсіз де хадисі емес. Ешбір ғалым мұндай сөзді пайғамбарымыздың хадисі деп жеткізбеген. Сахабалардың мұндай сөз айтқаны жайлы мағлұмат жоқ. Тіпті бұл сөзді кім айтқаны да белгісіз. Бірақ мұндай сөзді Алла тағаланың мына аяттары секілді дұрыс қырынан түсіндіруге болады. Жердегі және көктегі бар нәрсені сендер үшін жаратты. Немесе Алланың әмірімен кеменің теңізде жүзуі үшін оны сендерге бағындырды. Өзендерді пайдалану үшін сендердің қызметтеріңе ұсынды. Жүйелі түрде жүретін күн мен айды әр күндіз бен түнді сендер үшін сыйлады. Сұраған нәрселерінің бәрін берді. Егер Алла тағаланың сендерге берген нығметтерін санасаңдар, санап тауыса алмайсыңдар. Осыған ұқсас аяттарда Алла тағала жаратылысты адам баласы үшін жаратқандығы түсіндіріледі. Бірақ Алла тағаланың жаратылыстарда мұнан басқа тіпті бұл мақсаттардан да жоғары өзге хикметтері бар екені белгілі. Бірақ бұл жерде Алла тағала адам баласына берген өзінің нығметтері мен бұл жаратылыстарындағы пайдалары түсіндірілуде. Егер бұл іс мынадай мақсатта жасалынды делінсе, мұндай сөз ол істің басқа мақсаттар үшін де жасалуына бөгет емес. Дәл осы тәрізді мынау болмағанда мұны жаратпас еді делінген сөзде оның одан да үлкен хикметтер мен мағыналар үшін жаратылуына бөгет емес. Тіпті адам ұрпақтарының арасындағы ізгі кісілердің ең кемелі Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам болғандықтан және оның саллаллаху алейхи уассаламның жаратылуы негізгі мақсат және басқа жаратылыстардан да жоғары хикметке саналғандықтан Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам арқылы жаратылыстың шыңы және кемелдіктің ең жоғары деңгейі жүзеге асты. Ибн Таймия ғалам Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам үшін жаратылды делінген сөздің әлемнің басқа да мақсаттар үшін жаратылуына бөгет емес екені білдіреді. Сондай-ақ ғаламның жаратылуындағы негізгі мақсаттың кемел деңгейде Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам арқылы жүзеге асқандығын, сондықтан ғалам Мұхаммед үшін жаратылды делінген сөзді дұрыс қырынан түсінуге болатындығын алға тартады. Қысқасы, мұндай сөздердің астары мен мәніне терең бойламай жатып, қате деп асығыс үкім беру көп жағдайда мұсылмандар арасында бүлікке, діни дүрдараздыққа себеп болады. Сондықтан парасатты мұсылман мұндай мәселелерде әрдайым байып сақтап, ислам ғұламаларының пікіріне жүгінгені жөн. Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Қалдарыңыз қалай, қадірлі ізгі оқырман? Дерек көздер Қайрат Жолдыбайұлының «Дін мен діл. Күрделі діни сауалдарға жауаптар» атты кітабының 1-ші томынан алынды. Менің алдыңғы аудио видеоларымды тыңдаған болсаңыздар, «Сен болмағанда әлемді жаратпас едім» атты тақырыпта бір аудио видеом шыққан болатын. Онда негізгі мәтін дәл осылай: Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам болмағанда мұны әлемді жаратпас еді. Біз бен сіз жаратылмас едік. Сондықтан пайғамбарға салауат айтуды еш уақытта ұмытпайық. Әр жұмада пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға ерекше салауат айтып, жұмадан жұмаға аман есен жетуді Алла нәсіп етсін. Жұма мүбәрәк болсын. Егерде осы ақпараттар сіздерге пайдалы болса, менің арнама тіркеліп, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракатух.